Қайырлы уақыт, құрметті әріптестер. Бүгін біз шаттық шеңбері және оның бірнеше түріне тоқталатын боламыз. Шаттық шеңберін біз сабақтың ең бастапқы алғашқы бөлігінде ұйымдастыру кезеңінде өтетін боламыз. Шаттық шеңберін не үшін қолданамыз? Балаларды психологиялық түрде сабаққа дайындауға және де басқа тренингтерде, күнделікті сабақтарда шаттық шеңберін қолданамыз. Бұл шаттық шеңберін қолдану арқылы балалардың сабаққа деген ынтасы артады, бір-біріне деген жақсы көңіл күй сыйлайды және де сыныпта сабақтың қызықты өтуіне ықпал етеді. Бірінші шаттық шеңберінің түрі бұл күн нұры шаттық шеңбері. Тақпақ түрінде жылы амандасу қалпында өтеді. Кәне достар, күнге қарап күлімдейік, шын жүрекпен күннің нұрын алайық та таратайық бір-бірімізге. Көршілеріне бір-біріне амандасып, бүгінгі күніміз шаттыққа толы болсын деп балалар жақсы ниетпен бір-біріне жақсы тілек айтатын болады. Бұл шаттық шеңберінде балалар бір-біріне жақсы тілектер айта алады және де бір-біріне жақсы күн тілеп, бір-біріне деген ықыластарын білдірсе өте жақсы. Келесі тілек шеңбері деп аталады. Оқушылар бір-біріне тілек айту арқылы айналмалы шеңбер құрады. Бір оқушы келесі оқушыға жыл тілегін айтады. Ол келесін айтады, сөйтіп аз уақыттың ішінде, 3 минуттың ішінде барлық сыныпты қамтып алуға болады. Бұл жерде балалар бір-біріне бақыт тілеймін, денсаулық тілеймін деп әртүрлі тілектерін білдіре алады. Одан кейін қимылмен көрсетеді. Қанаттанып ұшайық, яғни құс бейнесінде құстың қанатын келтіру арқылы бір-біріне тілек айтады. Білім алып ойнайық, достарменен жарысайық, қанат жайып ұшайық, көк аспанға самғайық, білім алып ойнайық, достарменен жарысайық деп бір-біріне тілек айтады. Жылулық сыйлайық, көзбен байланыс отырып, іштей жақсы тілек айту. Көзімізбен күлейік, жүрегімізбен сезейік, жанымыздан жылулық айналаға төгейік. Мен сені жақсы көремін. Бір-біріне жүрек белгісін қолмен көрсетеді. Бұл жерде балалар бір-біріне деген сыйын және де сыныптағы бір-біріне деген жақсы қарым-қатынас орнату мақсатында осы психологиялық ахуалды балаларға үйретсеңіз болады. Және де осы жерде айта кететіні, бір рет жаттап қойсаңыз, бірнеше түрін әрбір күнде әртүрлі қолданып, қызықты әртүрлі етіп өткізуге мүмкіндік аласыз. Және психологиялық ахуалды тек қана бастауыш сыныптар емес, бұны балабақшадағы түлектерге, балабақшада білім алатын балаларға және де басқа балаларға